жұмыстарын жүргізді. Ағайларға көптен көп рахмет айтамыз. Біз жаңағы бастауыш сыныптың мұғалімдері сынып сағаттарында кәдімгідей жоспарлап, жолда жүру ережесі бойынша сабақтарды өткіземіз. Оның жаңағы біздің жоспарларымыз бар, жазамыз, бәрін өткіземіз, көрсетеміз. Сентябрь, қыркүйек айынан бастап, анау мамыр айы біткенше жолда жүру ережесі бізде назарда. Күнде мұғалімдер күнделікті осы жұмысты жасап отырады. Балалар өздеріңіз көріп тұрсыздар, көбісі ережені біледі. Жаңағы светоформен, жолда жүру, пешеходный переходменен қалай өтуді бәрін біледі. Бірақ та не болса да абай болыңдар, иә балалар. Енді ағайларға бүгін сіздерге көп рахмет айтамыз. Келіп бізге өстіп сабақ жүргізгендеріңізге, түсіндірме жұмыс жүргізгендеріңізге көптен көп рахмет. Сіздердің жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Балаларымыз аман болсын.